Армысыздар, бармысыздар? Біздің қымбатты тыңдармандарымыз, арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек береке болсын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен бүгінгі әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме Қазақстаннан шыққан өте үлкен криминальный авторитет Рафик Шымкентский жайлы болғалы тұр. Ленгір қаласының тумасы, қылмыс әлеміне өте танымал, сөзі кез келген қылмыс әлеміне өтетін, бостандыққа да, зоналарға да өзінің атын машқұр еткен Рафик Ленгір қаласының тумасы, өте жүректі, айтқанынан қайтпайтын, қорқу үрку дегенді бүлден білінбейтін, сондай бола тұра өте әділетті шешім қабылдайтын нағыз ер жүрек қылмыс әлемінің лидері. 1994 жылы Рафикті жасы 18-ге жетпей жатып-ақ заңды қадағалау органдары Рафикті түрмеге тоқтады. Шымкент қаласындағы тергеу абақтысы нөмірі 3-ші дәл осы абақтыға Рафикті жапқан кезде түрмеде ол уақытта күтіп алу деген болатын. Жаңадан түрмеге келе жатқан адамдарды, яғни сотталушыларды 5-6 түрме қызметкерлері болып, қолындағы дубинкалармен ұрып, жабылып тепкілеп, мысын қайырып тастайтын. Міне дәл осылай етеміз деп 5-6 түрме қызметкерлері, яғни режимиктер Рафикті карантинде ұрмақшы болады. Рафик өте қарулы жігіт, аяқ қолы бірдей істейтін, бостандықта жүргенде өз бетінше кикбоксингпенен каратемен айналысқан. Жабылмақшы болып келген режимниктерді алдынан келгендерін қолмен ұрып, аяқпен теуіп, бәрін сұлатып тастайды. Бұны естіген түрме басшысы ендігі жерде Рафикті түрмеге камераға емес, карцерге қамаңдар деп бұйырады. 1-2 күн карцерде отырғаннан соң Рафикті камераға көтереді. Рафик дәл сол кезде жасы әлі 18-ге толмаған болатын. Сондықтан оны малолетка деген болады. Сол жерге камераға жабады. Рафиктің түрмедегі өмірі басталады. Ол өзі бір беткей, айтқанынан қайтпайтын, өте әділ шешім қабылдайтын, нағыз ер жүрек, батыр жігіт еді. Сол малолеткада отырып, көп түрме қызметкерлерін түрмеде отырған адамдарға зорлық зомбылық жасағанын беттеріне шыжғырып айтып, орындарына қояды. Рафик жас болса да көп нәрсеге бас болады. Міне өйстіп жүргенде күндер сырғып өтіп, Рафикті ересектер отыратын жерге көтереді. Дәл сол жерде де отырып, прогон жіберіп, отырған жерін, яғни түрмені қадағалап отырады. Не керек уақыты келіп, Рафикті сот ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырады. Ендігі жерде Рафикті Шымкент түрмесінен этапқа жөнелтеді. Рафик келген зоналардың бәрі Рафикті қабылдаудан бас тартады. Көп түрме зоналарда повязка тағып кіретін болғаннан соң, Рафик оның біреуіне де кірмейді. Не керек Рафикті этаппен этап бүкіл Қазақстанның зона түрмелерін аралатады. Рафик кірген зоналар бас аяғы 1-2 айда қара зона болып шыға келеді. Қылмыс әлемінің адамдары Рафиктің атын көрмесе де жатқа білетін болады. Дәл осылай Рафик зоналардың бәріне ход қойып, отырған жерлердің бәрін, яғни зона түрмелерді бәрін қап-қара қылады. Рафик жөнінде ендігі жерде вор в законелер Өзбекстан, Ресей мемлекетінің ұрылары атына қанық болады. 2009 жылдар шамасында бостандыққа шыққан Рафик көшеде қару атып, бригада болып жүрген топ мүшелерін әңгімеге тартып, бұлай беспредел жасауға болмайды деп орындарына қояды. Бірде Рафик жандағы жігіттермен Сарыағаш қаласына келеді. Рафиктің келе жатқанын естіген бүкіл көшенің жігіттері Рафиктің алдынан шығып, бір жақсы демалыс орнына күтіп алады. Көп жігіттер Рафиктің еңбегін бағалап, ақшалай сыйлық астына автокөлік мінгізеді. Дәл осы кезде бір жігіт ортаға шығып, дәу итті жетектеп келіп, Рафикке қарап тұрып, "Міне братан, саған сыйлығым" деп итті көрсетеді. Қолындағы папиросын ары-бері қаққылап отырған Рафик әлгі жігітке қарап, орысшалап, "Волку зачем собака" деген екен. Бұл әңгімені күні бүгінге дейін қылмыс әлемінің адамдарының арасында прикол ретінде әлі айтылып жүр. 2009 жылы Рафиктің жанында жүрген Ержан деген жігіт Шымкент қаласында тұратын, шаруа, азын-аулақ мал асырайтын, шағын егіс егіп, өз күнін күнелтіп жүрген шаруа қожалығының иесі
Шерхан деген жігітке маған ақша төлейсің, осынша малың бар екен, осынша жерге егістіге келеді екенсің деп мазалайды. Шерхан ендігі жерде, әй айналайын-ау, мен әзір күнімді көріп жүрмін, 5 бірдей бала шағам бар, мен 1 миллиондарды айналдырып жүрген жоқпын деген сөзіне Ержан ешқандай құлақ аспайды. Содан әлгі Шерхан өзінің бұрыннан танысы Баха деген жігітке осы жайттың бәрін айтады. Баха өзі 10 жылдай сұрық отырып келген, өз қатарлардың арасында әжептәуір абыройы бар жігіт еді. Баха жарайды дейді да, Рафиктің телефон нөмірін тауып, Рафикке қоңырау соғады. Рафик әңгіменің бәрін тыңдап болып, бір жақтама шешім қабылдамаймын, 3 күннен соң келемін, Ержанды да ертіп келемін, сол жерде әңгіме қыламыз дейді. 3 күн өткеннен соң 3 шиппенен Рафиктер келеді. Баха Шерханды ертіп, сол жерге ол да келеді. Амандасып болғаннан соң әңгіме басталады. Шерхан айтады, бас аяғы 50 қой, 2 сиырым бар, 2 гектар жерге жоңышқа, 1 гектар жерге бөліп, қыстай жейтін азағым, картошка, пияз, азын-аулақ, помидор менен қияр егемін дейді. Жанармайдың өте қымбат екенін, әзер орнын толтыратынын айтады. Екі жақты әңгімені тыңдап болып, Рафик былай дейді, бостандықта да, зонада да мужиктарға ешкім тимейді. Себебі, зона мужиктің арқасында тұрады. Барлық блатнойлар карцерда отырса, мужиктар греб жасап тұрады. Сондықтан мужиктарға тиюге еш болмайды. Мына жігіт деп Шерханды көрсетіп, таза мужик, өз семьясын таза еңбегіменен бағып жүр екен. Бұдан былай қарай, бұл жігітке біреуің тиісуші болмаңдар деп әңгімеге нүкте қояды. Шерхан қуанғанынан көзінен жас шығып кетеді. Рафик Қазақстанда, әсіресе оңтүстік региондарда, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістан қаласы, осы қалалардан жиналған общаққа деген ақшаларды ешқандай Өзбекстан ұрыларына, не болмаса Ресейдің ұрыларына бермейсіңдер деп прогон жібереді. Бұл Рафиктің прогонына наразы болған Ташкент қаласындағы кіші Дато деген аса үлкен криминальный авторитет вор в законе Рафик менен хабарласып әңгімеге тартады. Рафик болды дейді да, тура кіші Дато шақырған жерге, бұрынғы Черняевка, қазіргі Жібек жолы, Креберстегі үлкен айналмалы көпір бар. Дәл сол көпірдің жанында Өзбекстаннан келген кіші Дато менен жолығады. Кіші Дато әңгімесінде өзінің ұры екенін айтқанда, Рафик оған мынандай деп сұрақ қояды. Сен сондай ұры болсаң, неғып Өзбекстанның түрме зоналарына Нашинский ход қоймайсың дейді. Дәл осы жерде ерекс басталады. Рафикке сен не істедің зоналарға деп сұрайды. Рафик өзі отырған зоналардың бәріне ход қойғанын айтады. Сөйтіп кіші Датоға қарап, я, ты коронованный вор, я не коронованный вор. Мен қазақтың батырымын дейді. Ендігі жерде деп қадап айтады. Ешқандай Өзбекстанға, Ресей мемлекетіне общақтың ақшалары берілмейді дейді. Біз өзіміздің Қазақстандағы зоналарға, қай зонаға көмек керек болса, біз өзіміз жеткіземіз. Ешқандай да воровской котел деген болмайды дейді. Не керек ерегісіп екі жақ тарқасып кетеді. Арада біраз күн өткенде Рафиктің құлағына жетеді. Әлгі кіші Дато Өзбекстанға барып, бүкіл Өзбекстандағы криминальный авторитеттерге және Ресей мемлекетіндегі вор-законелер, аса ірі криминальный авторитеттерге Рафиктің айтқанын жеткізеді. Ендігі жерде Ресей мемлекетінен, Өзбекстаннан сотовый телефон арқылы Ресей мемлекетінен, Өзбекстаннан ұрылар звондайды. Бұлардың қойған сауалына Рафик конкретно жауап береді. Біз өзіміздің еліміздегі, яғни Қазақстандағы абақтыда түрмеде отырған адамдардың қажеттілігі үшін Қазақстанда жиналған бүкіл общаковский ақшаны әр зонаға өзіміз тиесілі дәрежеде кіргізіп отырамыз дейді. Ресей мемлекетінің ұрылары Рафикті мақұлдайды. Ал Өзбекстан жағы екі-үш тұғылып сұрақты іліп қояды. Бұған кеулі толмаған Рафик кіші Датоға сен шкинит етіп жүрсің деп мен сенен сұраймын дейді. Екеуі қайтадан сотовый телефон арқылы ілінісіп қалады. Не керек? Күндердің бір күні Рафиктің құлағына шалынады. Кіші Дато 140 Мерседес автокөлігімен Тараз қаласына қарай жолға шықты деп. Рафик екі автокөлікті дайындап, жанына мықты жігіттерін алып, Ташкенттен шыққан кіші Датоны жолдан күтіп алады. Бұларды көрген кіші Дато тоқтамай Тараз қаласына қарай қаша жөнеледі. Екі көлікпен қуып барып, жан-жағынан атқылай бастайды. Кейбір жерлерде жол кедергі болып, оның үстіне қарама-қарсы келе жатқан көліктер Рафиктерге бөгет болып, кіші Дато сытылып қашып кетеді. Бұл жағдай полициялардың құлағына жетіп, Рафикті көп ұзамай қайтадан абақтыға қамайды. Абақтыда отырып, өз мерзімін алған Рафик қайтадан этапқа шығады.
этаппенен арқалықтағы зонаға кіргенде, зона әзер дем алып отыр екен. Рафик келе салып прогон жіберіп, өзінің келгенін, жақында ход қоятынын айтады. Дәл осы кезде арқалық зонасында Қазақстаннан шыққан бірінші вор в законе Серік Голова отырған болатын. Рафик бір күні Серік Голова отырған камераға келіп, Серік Голованы кармушкаға тартып, «Ей, сен нағып отырсың? Ұры емессің ба? Неге ход нала жетпейсің?» дейді. Серік Голова Рафиктің уәжіне айтар жауабы болмайды. Рафик дәл осы кезде кармухан арқылы Серікті бір ұрады. Бұл әңгіме лезде зона түрмелерге тарқап кетеді. Рафик карантиннен шығып, зонаға ход қояды. Содан ендігі жерде гіжің әңгіме қайтадан басталады. Кармухан арқылы ұруға болмайды, тағы басқасын басқа. Рафик бұл әңгімеге былай деп жауап береді: «Мен кармуханнан камераға кіре алмаймын ғой. Сол себепті кармухан арқылы ұрдым» дейді. Ендігі жерде бұл әңгіме Ресей мемлекетіндегі ұрыларға жетеді. Бір жағы Серік Голованы жақтаса, бір жағы Рафикті жақтайды. Ойдағырда резина ұқсап созылған әңгіме соңында келіп Рафиктің пайдасына шешіледі. Себебі вор в законе отырған зоналар мен түрмелер ход черный болу керек. Сондықтан Рафиктің істеген ісі дұрыс деп сараланады. Дәл қазіргі таңда Серік Голова да, Рафик те зонада отыр. Бәлкім бостандыққа шыққанда өзара бұл әңгімені шешіп алатын болар. Біздің естуімізше, Рафик қай жағынан келсе де ешкімге мойынсынбайтын, нағыз қас батыр, ешкімнен үрку қорқуды білмейтін ер жүрек азамат. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Көп жиылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші еді ғой қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш жігер береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімеміз жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қарыштай берсін. Сіздерменен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азатбайұлы.